Луис Суарес футболдық мансабын аяқтауы мүмкін. Неймар Барселонаға қайтып оралуды армандауда. Түркиялық командалар қазақстандық футболшыларға қызығушылық танытуда. Осы және өзге де қызыққа толы футбол жаңалықтары біздің бүгінгі шығарылымда. Өткен видеодағы айтқан өтінішімізді екі етпестен бізге жаңадан 55 жазылушы тіркелген екен. Жаңадан тіркелген әрбір көрермендерімізге, сондай-ақ бізді бұрыннан бері қолдап келе жатқан жазылушыларымызға үлкен алғыс білдіреміз. Өзіміздің сүйікті жазылушыларымызға қатысты емес, жаңа көрермендерімізден сұрайтынымыз біздің арнаға тіркелуді және видеоға лайк басуларыңызды сұраймыз. Ендеше бастаймыз. Манчестер Юнайтед бразилиялық жартылай қорғаушы Фредті осы жазғы трансферлік терезе кезінде сатып жіберуге әзір. Осы жайында The Telegraph баспасы хабарлауда. Мәліметтерге сәйкес манкуниандықтар ойыншыны сату арқылы кемінде 23 миллион еуродай пайда көргілері келеді. Бразилиялық футболшыға Фулхэм командасының қызығушылығы бар делінуде. Ағымдағы маусымда 30 жастағы Фред 56 матчқа қатысып, 6 голды соғып және 6 нәтижелі пас жасап ерекшеленген. Мадридтің Реал клубы Начо Фернандеспен келісім шартты ресми түрде ұзартты. Бұл жөнінде патшалық ұжымның баспасөз қызметінде жарияланды. Испаниялық қорғаушының Мадридті клубпен жасалынған жаңа келісімі 2024 жылдан жазына дейін негізделген. Айтып өтсек, Начо Фернандестің Реалдың қатарында жүргеніне 22 жыл болған. 33 жастағы ойыншы Реалға 2001 жылы енді қосылған кезінде 11 жаста болған екен. Жалпы Реалдың негізгі командасында 319 ойынның қатысушысы болған ойыншы клубпен бірге 23 жүлдені жеңіп алған. Ағылшын премьер лигасының екі клубы Атлетиконың шабуылшысы Жоао Феликске қызығушылық танытуда. Мәліметтер бойынша ойыншыға Тоттенхем және Астон Вилла командалары қызығып отыр. Мәресіне жеткен маусымның екінші бөлігін португалдық футболшы Челсидің сапында жалда ойнап өткізгендігі белгілі. Негізінен Феликс Атлетикоға тиесілі. Испаниялық клуб футболшының құнын 100 миллион еуроға бағалауда. Аргентиналық жартылай қорғаушы Анхель Ди Мария Бенфиканың сапына ауысуға өте жақын. Тілші инсайдер Фабрицио Романоның мәліметіне сәйкес трансфердің ресми түрде орын алғандығы жақын күндер аралығында хабарланатын болады. Айта кетсек, өткен маусымда Ди Мария Ювентус командасында өткізді. Дегенмен итальяндық клубтың сапынан еркін агент ретінде кетіп барады. Аяқталған маусымда 40 ойынға қатысқан Ди Мария 8 голдың және 7 голдық пастың авторы болған. Лондондық Челсидің испандық қорғаушысы Сесар Аспиликуэта Миландық Интердің сапына ауысуға келісімін берген. Осы жайында инсайдер Фабрицио Романо хабарлауда. Деректерге сәйкес футболшы итальяндық клубпен 2025 жылдан жазына дейінгі келісім шартқа отырады деп күтілуде. 33 жастағы футболшы Лондондық клубтың сапында 2012 жылдан бері өнер көрсетіп келеді. Жалпы аристократтық ұжымның сапында 508 матч өткізген Аспиликуэта 17 гол және 56 голдық пасты еншілеген. Дортмундтық Боруссияның қорғаушысы Рафаэль Геррейро ресми түрде Мюнхендік Баварияның сапына ауысты. Бұл жөнінде Мюнхендік клубтың баспасөз қызметінде мәлімденді. Өзінің өнер көрсеткен командасымен келісім шарты аяқталған 29 жастағы ойыншы Баварияға еркін агент ретінде ауысып отыр. Тараптар 2026 жылдың жазына дейінгі келісім шартқа қол қойған. Мәресіне жеткен маусымда Рафаэль Геррейро 36 матчтың қатысушысы болған. Уругвайлық шабуылшы Луис Суарес футболдық мансабын денсаулығындағы мәселесіне байланысты аяқтауы ықтимал. Спорт басылымының ақпараты бойынша футболшыны тізе жарақат мәселесі мазалап келеді. Ойыншы әлі ешқандай да мәлімдеме жасамаған. Дегенмен жуық арада ол мансабының аяқталғандығын ресми түрде жариялайды деп күтілуде. Айтып өтсек, Луис Суарес өзінің қазіргі Гремио командасына өткен жылы ауысқан еді. Содан бері командада 25 ойынға қатысқан шабуылшы 11 голды соғып және 8 голдық пас жасап көзге түскен. Лейпциг командасының жартылай қорғаушысы болған Кристофер Нкунку Челсидің су жаңа ойыншы сатанды. Лондонда клубтың ресми сайтында жарияланғандай тараптар 6 жылдық келісім шартқа отырған.
Көктер ұжымы 25 жастағы француздық футболшының трансфері үшін 60 миллион еуроны төлеген делінуде. Өткен маусымда 25 матчтың қатысушысы болған Нкунку 16 голды соғып, және 4 нәтижелі пас жасап ерекшеленген. Немістік Бавария клубы Манчестер Ситидің жартылай қорғаушысы Келвин Филлипске қызығушылық білдіруде. Осы жөнде тілші Кристиан Фальк мәлімдеуде. Мәліметтерге сүйенсек, Мюнхендік ұжым негізінен бастапқыда ағылшындық жартылай қорғаушы Деклан Райсқа қызығушылық танытқан. Дегенмен бұл трансфер болмайтын болғаннан кейін неміс ұжымы енді Манчестер Ситидің ойыншысына назар аударуға кіріскен. Еске салсақ, Келвин Филлипс Ситилік командаға 2022 жылдың жазында Лидс клубынан ауысып келген болатын. Трансфердің сомасы 49 миллион еуроны құраған еді. Бразилиялық шабуылшы Неймар Барселонаның сапына қайтып оралуды қатты армандайды, деп мәлімдеуде спорт баспасы. Ақпараттарға сүйенсек, футболшы осы жөнде өзінің агентіне білдірген екен. Алайда Неймардың каталондық команданың сапына қайтып оралуы өте қиын нәрсе. Барсаның бас жаттықтырушысы Хави Эрнандес Неймарды алғаннан көрі, оның орнына басқа бірнеше позицияларды күшейту қажет деп есептеуде. Бразилиялық шабуылшыны ПСЖ ұжымы трансферлік сатылымға қойды делінген сыбыстар бар. Қазақстан ұлттық құрамасының әмбебап ойыншысы Бахтияр Зайнутдинов мансабын түркиялық командада жалғастыруы мүмкін. Фотоспорт баспасының мәліметіне сәйкес, ойыншыға Бешикташ клубы қызығушылық білдіруде. Ағымдағы маусымда Зайнутдинов ЦСКАның сапында барлық турнирлерде 27 кездесуге қатысып шыққан. Сонымен қоса, бұдан бөлек Зенитте ойнайтын тағы да бір қазақ футболшысына түрік елінің Трабзонспор атты командасы қызығып отыр. Ақпараттарға сүйенсек, түркиялық ұжым 23 жастағы ойыншының трансфері бойынша Зенит командасымен жуық арада келіссөздер жүргізуге кіріспекші. Нұралы Әліпке сондай-ақ Фенербахче клубы да көз тігіп отыр делінуде. Осы тұста айтып өтерлігі, қазақстандық ойыншылар енді Түркия чемпионатында легионер болып саналмайды. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесінде кездескенше аман сау болыңыздар. I don't wanna see you finally see you looking down and out.